Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен mixed conditionals тақырыбын үйренетін боламыз. Жалпы mixed conditionals дегеніміз ол аты айтып тұрғандай екі conditionalстың қосындысы. Mixed conditionalстың бірінші түрі ол себеп салдары өткен шақта болады да, ал қазір оның нәтижесін аламыз. Яғни бұл жерде қандай да бір себеп екені өткен шақта белгілі болады да, нәтижесі қазір бізге аян. Қазір мен сіздерге мысал келтіріп беремін. Бұл жерде формуласы, яғни past condition, яғни себеп салдары өткен шақта да, with present result, яғни нәтижесі қазіргі шақта. If past perfect would base birth. Бұл жерде бізде екі conditionals орын алып тұр, иә. Second conditional және third conditional. If she had studied harder, she would be a doctor now. Егер ол қаттырақ оқыған кезде қазір дәрігер болатын еді деп тұр. Яғни оның бұрында істеген іс-әрекеті, яғни past condition, бұрынғы себебі, бұрын қатты оқыған кезінде қазір ол дәрігер болушы еді деп бізге себеп салдарын түсіндіріп тұр. Демек ол жақсы оқымаған үшін дәрігер бола алмады. Бұл third conditionals пен second conditionals'ның қосындысынан жасалған mixed conditional, ол mixed conditionals'ның бірінші түрі. Сонымен mixed conditionals'ның екінші түрі ол былай. Егер де дәл қазіргі сәттегі қандай да бір оқиға болса, оның нәтижесі, оның еңбегі, оны өткен шақта болады екен. Қазір сіздерге мысалдарын көрсетемін. Міне mixed conditionals'ның екінші түрі ол present condition, яғни дәл қазіргі себеп салдар with past result, өткен шақтағы қандай да бір еңбектің нәтижесінде. If simple past would have plus past participle, иә. Оның формуласы. Формуламен жұмыс жасаймыз. Достар, бұл жерде формула міндетті түрде жүреді. If I were rich, I would have bought that car last year, дейді. Егер мен бай болғанымда, дейді, дәл қазіргі сәтте бай болғанымда деп тұр. Мен өткен жылы машина сатып алушы едім, дейді. Яғни менде ақша болып тұрған кезде менде көлік болушы еді деп өз ойын айтып жатыр екен. Яғни қазіргі себеп салдар өткеннің нәтижесі. Ал енді mixed conditionals'тың үшінші түрін айта кететін болсақ, достар, ол дегеніміз өткен шақтағы себеп салдардың себебінен, өткен шақтағы іс-әрекеттердің себебінен, сол оқиғаның себебінен, сол оқиғаға байланысты келер шаққа қандай да бір нәтиже береді. Келер шақта болатын іс-әрекеттерге, жағдаяттарға нәтиже береді. Яғни өткен шақтағы іс-әрекеттердің себебінен болашақтағы жасайтын іс-әрекеттердің нәтижесін көрсетеді екен. Мұндай көрсетілген үшінші түрі past condition with future result, жаңа айтып кеткендей, бұның формуласы да if, past perfect, would және based birth, яғни етістіктің алғашқы түрі. Қазір сіздерге керемет мысал келтіремін, көрсетемін. Мысалына қарайтын болсақ, if he had taken that interview last year, he would start a full-time job at the company next month. Егер ол өткен жыл стажировкадан өткенде, ол келесі айдан бастап толық жұмыс күніне жұмысқа тұра алатын еді, дейді. Бірақ ол өтпеген, енді тұра алмайды. Яғни өткен шақта жасалмаған іс-әрекеті үшін келесі айда ол керекті нәтиже ала алмайды, өзінің керекті қалаған нәтижесін ала алмайды деп мағына білдіріп тұр. Енді mixed conditionals'ның төртінші түрі, соңғы түрі, сіздердің қазіргі істеп жатқан әрекеттеріңіз, қазіргі ситуацияларыңыз, дәл қазіргі себеп салдарыңыз, қазіргі болып жатқан оқиғалар сіздердің келер шаққа жасап жатқан нәтижесі, яғни келер жақтан күтілетін нәтижелерді көрсетеді екен. Қазір мысалдарын айта өтетін боламын. Енді мына төртінші түрінде mixed conditionals'тың present condition with future result, яғни қазіргі іс-әрекеттер, қазіргі себеп салдар келешектегі нәтижені береді екен. Мысалы, if she were more confident, she would apply for the leadership program next year. Егер ол өзіне сенімді болғанда, қазір сенімді болған кезде
сенді болсын ол қазір, ол келесі жылы программаға қатыса алатын еді деп тұр. Көшбасшылар программасына қатыса алатын еді деп тұр. Бұл енді first conditionals пен second conditionalстың қосындысы болып келеді. Тек қана ол жерде future simple қосылып айтылады. Сонымен Оқыған Озады YouTube каналының оқырмандары және жаңадан қосылған достар, менің есімім Шарбану. Танитындарыңыз бар, жаңадан келгендеріңіз бар. Мен ағылшын тілінің 5 жылдық тәжірибесі бар мұғалімімін. Қазіргі сәтте мектепте жұмыс жасаймын. Осы сіздерге пайдалы болсын деген ниетпен сіздерге ағылшын тілінің грамматикаларын, басқа да фразаларды үйретіп жатырмын осы YouTube каналында. Пайдалы болып жатыр деген үміттемін. Бүгінгі тақырып бізде mixed conditionals болды. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта бұйырса тағы да мен жаңадан видеолар салатын ниеттімін. Біздің каналмен бірге ағылшын тіліңізді дамытыңыз, шетелге барыңыз, ағылшын тілін үйреніп, сіздерге сәттілік, ақ жол тілеймін. Менің Оқыған Озады YouTube каналыма тіркеле кетіңіз.